Одан кейін билікке Жәңгір ханның ұлы Тәуке хан келеді. Тәуке хан жоңғарларды жеңгенімен әлемге әйгілі еді. Тәуке хан тұсында көптеген өзгерістер болды. Яғни Тәуке хан 1715 жылы Севан Рабданның қолынан қайтыс болады. Қолынан емес, Севан Рабдан соғысқан кезде қайтыс болады. Одан кейін көптеген соғыстар жоңғарлармен болады. Әсіресе 18 ғасырдың бірінші жарты жылдығында жоңғарлардан қатты жеңіле бастаймыз. Себебі 1723 жылы Аңырақай шайқасында Қытайлардан келісім жасап, жоңғарлар 70 мың әскер жинап, бүкіл күшін Қазақстан жеріне қарай ұйымдастыра бастайды. Осылайша қазақ хандығына 70 мың әскермен шабуыл жасайды. Күтпеген соғыстар кезінде қазақ хандығы жеңіліп, 1/3 бөлігінен айырылады. Халық өте қатты қырылдай бастайды. Оны біз Елімай жырынан біле аламыз. Қаратаудың басынан көш келеді, көшкен сайын бір тайлақ бос келеді. Яғни адамдар саны осы кезде көш бара жатқан кезде өліп бара жатты. Осы кезде 300-дің басы қосуы міндетті түрде керек болды. Осылайша Ордабасы жерінде 1726 жылы 300-дің билері бас қосып, Әбілқайыр ханды басшы қылып, жоңғарларға қарсы соғыста қайтадан бастайды. Яғни жерді қайтару міндетті түрде қажет болды. 1727 жылы Әбілқайыр хан бастаған әскер Бөгенбай батыр, Қабанбай батыр сияқты батырлар арқасында 1727 жылы өз әскерімен жерлерді қайтарып алады. Ал сол жерде қырылған жерді қалмақ қырылған деп аталып кетеді. Себебі сол жерде көптеген жоңғарлар өлген еді. Осылайша 1727 жылы қазақ хандығы жоңғарларды жеңеді. Бірақ та бір мәселе бар еді. Ол кімді келесі хан болып сайлады. Әбілқайыр хан болуға өзін ұсынады. Бірақ та оған көбісі келіспейді. Сол себепті ашуға бел болған Әбілқайыр хан кіші жүздің бәрін жинап батысқа көше бастайды. 1727 жылы батысқа көшкеннен кейін Әбілқайыр хан батыс жерінен башқұрттарды көреді. Және де көптеген соғыстар кесірінен әлсіреген қазақ хандығы Әбілқайыр хан осыны жақсы біледі. Осылайша ол Ресей империясының көмек сұрайды. Бірақ та Ресей империясы өтірік отказ береді. Содан кейін Ресей империясы өзінің адамдарын жіберіп Қазақстан жерін тексеріп келуге бұйырады. Осымен байланысты 1731 жылы договорға қол қойылады. Договор бойынша кіші жүз хандығы орыстарға қосыла бастайды. Орыстарға қосылу керек болады. 1731 жылы Орынборда Әбілқайыр хан 29 сұлтанымен қол қояды. Договорға қол қояды. Ал осы кезде орта жүзді Әбілмәмбет басқарады. Және де Әбілмәмбеттің қасында Абылай сұлтан болады. Абылай сұлтан 1711 жылы туылады. Және де Жағатайынан әскерге басшы болып қатты халық арасында беделі бола бастайды. 1740 жылы Әбілмәмбет бастаған енді Абылай хан бастаған ел Ресейге барып 120 сұлтанмен Ресейге барып тоже орта жүзді қосылуын сұрайды. Осылайша 18 ғасырдың екінші жартысында бүкіл Қазақстанда 18 ғасырда қазақ хандықтары Ресейге қосыла бастайды. 1771-1781 аралығында бүкіл тек қана орта жүз емес Абылай хан бүкіл жүздің басшысы болып хан болып саналады. Яғни осы 10 жылдарда көптеген соғыстарға тойтарыс береді. Абылай ханның 3 негізгі қарсыласы болды. Ол яғни Ресей хандығы, Қытай хандығы және оңтүстіктегі Қоқан мен Хиуа хандығы. Осылармен қарсы күресуге тура келетін еді. Осыған байланысты Абылай хан тұсында көптеген соғыстар жүре бастады. Ал 18 ғасырда бәріміз білетіндей Ресей мемлекеті өз қазақ жеріне әскери бекіністер құра бастады. Және сол жерлерге казактарды жібере бастады. Әскери бекіністер мемлекеттің, яғни қазақ халқының жайылымдарынан өте қатты кедергі істеді. Көшпенді мемлекет жайылымдарынан айырыла бастады. Бұл халықты өте қатты наразыланды. Осылайша Абылай хан 1781 жылы қайтыс болады. Ал кейінгі жылдары Пугачев бастаған шаруашылық көтеріліс басталады. Пугачев бастаған көтерілісті басында орыстар қатысқан еді. Бірақ та қазақ шаруалары да осыған қатысады. Адам саны жетпегендіктен Пугачев көтерілісі сәтсіздікке ұшырайды. Ал 1783-1797 жылдар аралығында бәріміз білетіндей Сырым датұлы көтеріліс бастайды. Сырым датұлы өте бай, ауқатты адам еді. Ол өте мықты қолбасшы еді. 14 жыл бойы ол ресейлерге қарсы соғыс ашып, олармен қарсы соғыса бастайды. Бірақ соғыс нәтижесіз болады. Себебі бәріміз білетіндей 300-дің басы
біріккен жоқ, бірге до конца бірге алмады. Кейбір уақытта бірге тұрса да, соңына дейін төтеп бере алмады. 1797 жылы көтеріліс аяқталады. 19 ғасырдың басында көптеген өзгерістер орын алады. Ол яғни 1822 жылғы реформа бойынша Сібір қазақтары бойынша реформа бойынша орта жүз хандығынан айырылады. Және де орта жүз хандық жүйеден айырылады. Жер Ресейдің қолына өтеді. Ал 1824 жылы орынбор қазақтары реформасы бойынша кіші жүз қазақтары жерінен айырылып, кіші жүз хандығы жойыла бастайды. Ол дегеніміз хандықтың жойылуы. 1836-1838 жылы исатай мен махамбет бастаған көтеріліс болады. Көтеріліс кіші жүзде басталып, бөкей ордасына қарсы көтеріліс болады. Көтерілістің басты себептері ол яғни жер мәселесі, және де Қазақстанның тәуелсіздігін қайтару, және де әлеуметтік теңсіздік, яғни хандар өте мықты байып отты, ал наоборот қарапайым халық, қара халық қатты кедейленіп бара жатты. Осыған байланысты 1836-38 жылдар аралығында көтеріліс болады. Бірақ көтеріліс тағы да жеңіліске ұшырайды. Жеңіліске ұшыраудың себебі бәріміз білетіндей 300-дің басты қосылмауы. Осылайша Нұралы хан жеңіп кетеді. Содан кейін 1837-1847 жылдар аралығында 300-дің басы қосылып, ханды Кенесары қылып сайлайды. Кенесары өте қиын кезеңде қазақ ханы болып сайланды. Кенесары хан, яғни Абылай ханның ұрпағы болып келеді. Абылай ханның ұрпағы Кенесары хан қытайлармен де соғысты, орыстармен де соғысты. Бірақ та жеңілісті қырғыздардан тапты. Қырғыздармен соғысқан кезде Қытай сол жерде қаза тауып, көтеріліс қайтадан жеңіліске ұшырайды. Яғни бұл жерде көптеген деректер сенетін болса, қырғыздар бізді сатып кетті деп айтады. Одан кейін ең маңызды оқиғалардың бірі 1867 жылы орныққан реформа бойынша уже крепостное право Ресейде отменить етті. Осылайша бүкіл Ресейдегі шаруалардың бәрі Қазақстан жеріне келе бастады. Ал 19 ғасырдың соңына қарай Қазақстан жерінде тіпті қазақтардың саны өте қатты азайып кетті. Және де осыған байланысты 1890 жылдары тіпті Ресей халқы қазақтардың жерін Ресейлерге мәжбүрлі түрде Ресей халқына беріп, қазақтар жерінен айырылып қалған еді. Осы кезеңде 19 ғасырдың екінші жартысында көптеген ағартушылар пайда бола бастады. Оған дәлел Шоқан Уәлиханов 1830-1835 жылдар аралығында өмір сүрді. Ол да Абылай ханның ұрпағы, яғни тікелей немересі болып келеді. 1867 реформаларға байланысты бәріміз білетіндей мемлекет 3 генерал-губернаторға бөлінеді. Олар Батыс Сібір генерал, Орынбор және Түркістан генерал-губернаторға болып бөлінеді. Әр губерния 2 облыстан, яғни бүкіл общий 6 облыс тұрады. Ал болыстар ауылдардан тұрады. Ауылдарда әрбір қария мен ақсақалдар басқаратын болса, болыстарда қара халық басқара білді. Яғни бұл жерде өзі бәріміз білетіндей сұлтандардың рөлі ойнамай қалды. Тіпті өйткені қарапайым халық өзі сайлап, өзі хан бола білді. Ең танымал болыс басқарушысы ол бәріміз білетін Абай Құнанбайұлының әкесі Құнанбай. Құнанбай өте мықты болды. Қарапайым халықтан шықса да бір болысты басқарып өтті. Ал оның ұлы Абай ұлы ағартушы болды. Оның өзі әкесі бай болғандықтан өзі де бай болды. Бірақ та бай болғанына қарамастан қазақтың кедейлігін көре тұра қазақты оятқысы келді. Қазақтың білімсіздігін көре тұра қатты намыстанды. Сол себепті көптеген шығармашылар шығарып Қазақстандағы саяси жағдайларға қатысып өтті. Оны Қазақстанның ұлы қайраткері деп санауға болады. Өйткені ол деген Қазақстан жерінде жүріп ақ тек қана шығармашылық жолдармен емес, Қазақстанды бақылап өтті. Ол тіпті Қазақстанға келген чуманы алдын алды. Және де 1904 жылы дүниеден өтеді. Ал 1905 жылы Алаш партиясы құрылып, Алаш партиясына Абай Құнанбайұлының немере інісі Шәкәрім Құдайбердіұлы Алаш партиясында болады. Алаш партиясының тағы да Міржақып Дулатов, Әлихан Бөкейханов сияқты ұлы
зиялы қазақ қауымы болады. Олар 1905 жылы бірінші Ресей мемлекеттік думасына қатысып, нет, 1905 жылы олар бірінші қарқаралы петициясы, яғни қоянды жәмбикесінде қарқаралы петициясына қол қояды. Ол петиция бойынша олар дін туралы, тәуелсіздік туралы, жер туралы мәселелер қозғайды және патшаға соны хатты жібереді. Бұл ең алғаш зиялылардың бірігіп хат жіберу болып есептеледі. Ал 1906 жылы олар бірінші мемлекеттік Ресей думасына қатысады. Және де олардың қазақ жерінен депутаттар ұсынысқа беріледі. Бірақ та бірінші мемлекеттік дума көпке ұзамай жойылып кетеді. Өз ауқатын жоғалтып алады. Одан кейін екінші мемлекеттік думаға тоже әр облыстан қазақтан депутаттар сайлана бастайды. Бірақ та бірінші мемлекеттік дума сияқты ол да қатты көмегін бермейді. 20 ғасырдың басы Ресей империясына қатты ауыр түседі. Ал 1914 жылы бәріміз білетіндей бірінші дүниежүзілік соғыс басталады. Бірінші дүниежүзілік соғысқа қазақ адамдарынан 18-40 жасар қазақ халқын еркектерін алып кетіп отты. Тек қана бай халық, яғни бай адамдар өздерінің балаларын соғысқа апармас үшін ақша төлеп құтылып отты, документтерді переписывать етіп құтылып отты. Бұған өсек тарап әрине қарапайым халық наразы болды, бірақ ешкім ештеңе істей алмады. Осыған байланысты 1414-1918 жылдар аймағында Қазақстан мемлекетінің қазақтар соғысқа қатысты. Бірақ олар қолынан қару-жарақ алып соғысқан жоқ. Олар керісінше қара жұмыс атқарып отты. Олар окоп қазды, адамдарды құтқарып отты, раненый адамдарды медициналық бөлімдерге әкеліп отты. Осындай жұмыстармен қатысып отты.